Дәрігер мейірімділік пен ізгілік жаршысы. Рас, науқастың жанын қинаған ауруды табу оңай шаруа емес, және екінің бірі дәрігер бола алмайды. Мұны тек ақ халатты абзал жандар ғана жақсы түсінеді. Солардың бірі Зангинов Мирхат Тоқтарбекұлы. Өмір мен өлім үстіндегі адам жанын ажалдан арашалап жүр. Дертіне дауа тауып, әрқашан көмек қолын созудан жалыққан емес. Талай адамның жүрегіне үміт отын жағып жүрген дәрігер-хирург, проктолог Софимед Групп көп бағыттағы медициналық клиникасында еңбек етіп жүргеніне биыл 4-ші жылға қарады. Күнделікті үстісіне ағылып келіп жатқан науқастарға ем-дом көрсетерде жайдары мінез танытуға тырысып ақ жүр. Оның өмір жолына тоқталар болсақ, дәрігер болуды мектеп қабырғасында жүріп алдына мақсат етіп қойған. Алғашында Шығыс Қазақстан облыстық ауруханасында 10 жыл істедім, хирургиялық бөлімшесінде. Содан кейін барып Астанада бірінші қалалық ауруханасында 8 жыл істедім. Содан кейін осы жаққа жұмысқа шақырды, келдім. Ұнады да қалдым, осы Софимедте қалдым. Қазір осында жасап жүрмін. Мына хирургиялық бөлімшесі 25 төсек орын бар. Мұнда тек қана хирургиялық науқастар емес, урологиялық науқастар жатады, гинекологиялық науқастар жатады осында, травматология бар мына жағында сол. Сондықтан біз міне екі әріптесім бар, қасымда бір хирург, екі хирург біз. Сол хирургиялық жағдаймен аурулармен айналысамыз. Түгел наш құрылыстың аурулары, бауыр, асқазан, ұйқы без, қоқ-ішек, аш-ішек, соның хирургиясын, операциясы осында жасаймыз. Және колопроктологиялық операцияларын жасаймыз. Адам өміріне араша түсетін дәрігерлік мамандықты таңдау үлкен жауапкершілікті жүктейді. Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең білумен қатар, кез келген жағдайда қорықпай, батыл қадам жасай білетін, адам тағдырына немқұрайлы қарамайтын, күйзеліске төзімді, жүйкесі мықты, ерекше жан болу керек. Мирхан Зангиновтың медицина саласында еңбек етіп жүргеніне 20 жылдан асты. 2000 жылы Семей мемлекеттік медициналық академиясын емдеу ісі мамандығы бойынша тәмамдаған ол, мейлі дәрігер немесе медбике болсын, қай кезде де жақты болу тиіс деген пікірде. Күндіз немесе түнгі мезгіл демей, барлық шақыртуларға сақадай сай тұрып, дұрыс диагноз қоя білу, алғашқы медициналық көмек көрсету, хәл үстінде жатқан адамның өмірін сақтап қалуда аянып қалмау керек екендігін алға тартады. Бізде семьямызда мен ғана дәрігермін. Ол енді бала кезімде болғанда, 7-8 класста оқығанда дәрігер болам деп ойладым. Сол кезде енді қалай келгенін білмеймін енді. Әйтеуір 8-9 класстан ойладым, дәрігер болам деп. Енді терапевттер, басқа дәрігерлер ренжімейді шығар, мен егер отырсам, поликлиникада қағаз жаза, былай не, орысша айтқанда скучно кішкене. Хирургия деген ол енді не? Драйв, адреналин ғой негізі. Мен біріншіден айтайын адамдарға, мына халыққа скрининг, қазір міне скрининговая программа деген бүкіл не әлемде скрининг, развитых странах скрининг деген болады. Уақытында жасы келгенде адам обследование өтеді. Шағым болмаса да өту керек. Соны біздің адамдар кішкене көп түсінбейді. Міне приемда отырамыз, сұраймыз. Өттіңіз ба? Міне 40 жасқа келдіңіз, анандай исследование өттіңіз ба? Жоқ. Кейбірде жас жігіттер келеді, жас әйелдер келеді, онкологический патология, уже запущенный стадияда. Сондай кезде өкінесің. Кішкене за боласың кейбір кезде адамға. Неге кезінде обследование өтпеді деп. Сондықтан скрининг ерінбей барып, уақытында қазір поликлиникада бәрін информация береді ғой. Кезінде өту керек. Своевременно. Не болса. УЗИ болсын, ФГДС болсын, колоноскопия. Уақытында өтсе, онда, я думаю, выявляемость будет ранее. Гиппократ антын берген дәрігер Ақтау қаласы тұрғындарынан бөлек өңіріміздің басқа да аудандарынан дертіне шипа іздеп келетін науқастардың денсаулығына, олардың аяғынан тік тұрып сауығып кетуіне тікелей ат салысып жүр. Жалпы Софимед Групп клиникасының ашылуы өзектілігі және маңыздылығы аймақтың денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту және одан әрі дамыту қажеттілігіне негізделген. Заманауи ангиография, жоғары технологиялық, күрделі инвазиялық, кардиологиялық, электрофизиология көмегімен және неврологиялық бағыттарда түрлі зерттеулер жүргізіледі. Нәтижесінде өңір халқы басқа облыстарға немесе шетел аспай-ақ Софимед Групп клиникасында жоғары білікті медициналық көмекке қол жеткізе алады. Сонымен қатар шетелдік пациенттерді тарту арқылы облыста медициналық туризмді дамыту жоспарланып, алғашқы қадамдар басталып та кетті.